Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге медовый торт жасайтын боламыз. Өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм сахар салып, жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен немесе қол миксермен де араластырсаңыздар болады. Араластырғаннан кейін осыған 250 грамм жұмсақ сары майымызды саламыз және онымен де жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін оны водяной баняға майымыз ерігенше күтеміз. Жақсылап араластырасыздар және де осыған чайный ложка уксуспен соданы гасить етіп, осы массамызға қосамыз. Жақсылап араластырасыздар. Араластырғаннан кейін 2 ас қасық табиғи бал қосасыздар. Және осымен де жақсылап араластырып аласыздар. Осыдан кейін 3 ас қасық сүт немесе қаймақ қосып, жақсылап араластырасыздар. Және осыған мен осы видеоның астында 450 грамм ұн деп белгіледім. Одан артық ұн қоспайсыздар. Егер әрине қатты сұйық болып жатқан жағдайда ғана ұнды қоссаңыздар болады. Осыған 400-450 грамм ұнды салып араластырып аламыз. Және де осыны силиконовый тақтайшада кәдімгідей қамыр илейсіздер. Оны морозильникке 1-2 сағатқа қойып қоясыздар және пергамент қағазына жайып, өзінің формасына келтіресіздер. Табаның немесе кез келген формада болады. Және де оны вилкамен тесіп шығасыздар. Тесіп шыққаннан кейін 180 градуста 7-8 минут аралығында пісіресіздер. Өте тез піседі. Және де формасын кесіп аласыздар. Және ортасына кез келген крем қолдансаңыздар болады. Және жақын арада менің YouTube арнамда кремнің рецепті шығатын болады, осыған қандай қолданғаным туралы. Ал бетінен жаңағы қалған крошкаларды алып, осылай блендерден өткізіп, торттың бетіне сеуіп шығамыз. Негізі өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Кез келген фруктымен немесе кез келген нәрсемен сәнде берсеңіздер болады. Менде осы крошкамен ғана сәндедім. Өте дәмді болып шығады. Және осыны холодильникке пропиткаға 2-3 сағатқа одан да көп қойсаңыздар жақсы сіңеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Сондай-ақ менің YouTube арнама және де Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жерлерде де өте көп қызықтар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.